Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз өткен сабақта электростатика, электр кернеулігі, сыйымдылық тақырыбына есептер шығарған болатынбыз. Енді біз соған байланысты тағы есеп қарастырайық. Мына 23-ші есепті қарастырайық. Өріс кернеулігі 10 мегавольт бөлінген метрге жеткенде конденсаторның тесілу шынында байқалатын болса, оған 3,1 микрокулон заряд беріледі. Жазық конденсаторның ауданын анықтаңдар. Е тең болады, эпсилон тең болады 7-ге, эпсилон 0 тең болады 8,85, 10-ның минус 12-ші дәрежесі кулон квадрат, ньютон метр квадратқа тең. Енді бұл есепті шығару үшін бізге өткен сабақтағы формулалар қажет болады. Бірінші жазық конденсаторның формуласы С тең болады эпсилон 0 S бөлінгенді. Одан кейін екінші формула С электр сыйымдылығы тең болады Q бөлінген U. Одан кейін электр кернеулігі тең болады U бөлінген D. Осы үш формуланы қолданамыз. Енді есептің шартын жазып алайық. Электр кернеулігі дейді. Электр кернеулігі Е әрпімен белгіленеді. Ол тең болады 10 мегавольт бөлінген метрге. Электр заряды Q тең болады 3,1 микрокулонға. Эпсилон тең болады 7-ге. Эпсилон 0 электр тұрақтысы 8,85, 10-ның минус 12-ші дәрежесі кулон квадрат бөлінген ньютон метр квадратқа. Енді конденсаторның ауданын табу керек. Аудан S әріппен белгіленеді. Бұл есепті әрі қарай жалғастыру үшін біз бір жүйеге келтіріп алуымыз керек. Электр кернеулігі мегавольтты вольт метрге айналдыруымыз керек. Мега деген сөз ол 10-ның 6-шы дәрежесі. Демек, санға 10-ның 6-шы дәрежесін көбейтеміз. Демек, 10 көбейту 10-ның 6-шы дәрежесі вольт бөлінген метр. Енді заряд аламыз. Заряд микрокулон. Оны біз кулонға айналдырамыз. Микро деген 10-ның минус 6. Демек, санды 10-ның минус 6-шы дәрежесіне көбейтеміз. Сонда 3,1 көбейту 10-ның минус 6-шы дәрежесі кулонға тең болады. Енді формуланы жазайық. Электр сыйымдылығы эпсилон 0 S бөлінген D-ға. Екінші электр сыйымдылығы тең болады Q бөлінген U-ға. Енді теңестірейік екеуін оң жақтарын. Сонда Q бөлінген U тең болады эпсилон 0 S бөлінген D-ға. Осы жерден мына U-дің орнына біз нені қоямыз? E көбейту D-ны қоямыз. Жазамыз. Q бөлінген E-ді тең болады эпсилон 0 S бөлінген D. D мен D қысқарып кетеді. Осы жерден ауданды табамыз S. S тең болады Q бөлінген эпсилон 0 E. Енді осы формулаға сан мәндерін қояйық. Сонда бізде 0,5 метр квадрат шығады. Енді есептің шартынан байқайық жауаптарын. Міне Е жауабы келіп тұр. 0,5 метр квадрат. Түсініксіз болса, комментарий тастап жазып кетулеріңізге болады. Келесі кездескенше.